Сәлем баршаларыңызға. Бүгін мен сіздермен үй жинайтын боламын. Әрбір қыз келіншектерге мотивация болатын жұмыс деп ойлаймын. Өзім үй жинағанды жақсы көремін. Және де таза үй менің көңіл күйімді көтереді. Егер үйім бырсып жатса, менің настроением болмайды, көңіл күйім болмайды. Сол себепті мен алдымен үйімді тазалап аламын. Барлық жерге генеральный уборка істедік. Демалыс болғандықтан және де ораза айы ауызашар істейтін болғандықтан барлық жерді тазалап алдық. Алдымен гарнитурларды жақсылап сүртіп алдым. Апсыным екеуміз және де қайынсіңлім бар. Қайынсіңлім екі баламызға қарап тұрады. Үшеуміз жақсылап уборка істедік. Генеральный уборка. Барлық жерді жинап, айналарды сүріп, терезелерді сүртіп, гарнитурларды, ыдыстарды сүртіп алдым. Бұл кезде балдарым келіп, камераға келіп, өздерін көрсетіп жатыр. Видео түсіріп атқанымды біліп тұр барлығын. Өзім осы түсірген видеоларымдан мотивация аламын. Сол себепті видео түсіргенді ұнатамын, бірақ көп сала бермеймін бұндай видеоларды. Жұмыс істегенімді түсіргенді жақсы көрем. Соны көріп, өзім мотивация алып, энергия алып, тағы да істей беретін боламын. Осылай гарнитурлардың барлығын сүртіп алдық. Енді терезелерді сүртіп шығамын. Терезені сүртіп болғаннан кейін енді шаң сорғышпен кілемдерді барлығын тазалап шықтым. Каналыма жаңадан келген көрермендер болса, тіркеліп, лайк басып, комментария қалдырып кетіңіздер. Қазір көктем айы болғандықтан тамақтың рецептерін түсіре беруге уақыт жоқ, жұмыс қызу жүреді. Сол себепті арасында осындай видеолар салып тұрамын. Қолдап отырасыздар деген ойдамын. Енді залымызды сүртіп болғаннан кейін кіреберісті сүрттім. Алдымен ысыны алып алдым, тазалап. Одан кейін пылесостап шықтым. Кілемді жақсылап. Балдарым менімен жағаласып ойнап жүр. Қайнымның сабақ дайындайтын жері. Мектепте мұғалім болып жұмыс істейді. Сол орындықта отырғанды жақсы көреді барлығы. Шыр айналып. Енді төмен жағында пылесостап болғаннан кейін терезелерді жақсылап сүртіп шықтым. Көктем болғандықтан таза болып тұрса, жарықты жақсы түседі, күнде жақсы түседі. Бөлме жақсы жылиды. Сол себепті терезелер таза болғаны дұрыс деп ойлаймын. Осылай барлық жерді сүртіп алдым. Алдына жерде тұрған кухня, біздің алдыңғы кухнямыз жаңасын істеткендіктен бұны алып қойдық. Бұл да жап жаңа, бір ай ма сондай ғана пайдаланғанбыз. Жинап болғанымыздан кейін енді холды жинайтын боламын. Холымызды жинастырып жатырмын енді. Барлығын пылесостап болдым. Оны видеоға түсірген жоқпын. Балдарым менімен жағаласып жүр. Кішкентай балам және апсынымның қызы екеуі. Еденді жақсылап сүртіп алдым. Залдыкін барлық жердің едендерін сүртіп алдым. Есіктерді барлығын сүртіп болдым. Енді шай ішетін жерімізді жинап жатырмын. Холл. Телевизор көріп отырып, осы жерде шай ішеміз. Кішкентайлар менімен жағаласып жүр. Терезеге қойып қоямын оларды, құстарды көріп тұрсын деп. Ойлары бөлініп, соларға қарап тұрады. Барлық жерді пылесостап алдым.
Барлықтарыңызға мотивация болсын. Ұнаған болса, жаңа келген қайынсіңлім болады, кішкентай қайынсіңлім. Қайынсіңлімнің барына шүкір, ол болмағанда не істейтін едік? Балдарымның барлығын сол бағып қарайды. Осылай барлық жерді сүртіп жинап алдым. Егер видеоларым пайдалы болған болса, егер ұнаған болса, мотивация берген болса, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Алдағы уақытта егер ұнап жатса, осындай видеолар салып отыратын боламын. Енді қазір көктем болғандықтан далада да жұмыс қызу жүреді, ауылдық жерлерде. Сол себепті түсіретін боламын видеолар, ұнаған болса. Видеомды соңына дейін көріп қолдағандарыңыз үшін рахмет. Көріп тұрғандарыңыздай барлық жерді жинап, видеоға түсірдім. Соңғы жерлерін, перделерді алып, жуып, кептіріп қойғанмын. Мінекей дайын, тап-таза.